барлығына сәлем. Қазір сіздер «Қылмыстық қала 2» фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыздар. А ты кто? Я Борзый. Не борзи. Бір жас және өте бай корей азаматы Вьетнамға қонақ үй салу үшін келеді. Оны фургон ішінде сөйлесуге әлде бір күмәнді адамдар шақырады. Өздерін кәсіпкеріміз деп таныстырған олармен әңгіме ұзаққа созылмады. Жігітті соққыға жығып, жарақаттап, соңында ұрлап әкетеді. Кореяда да жағдай мәз емес. Есі ауысқан бір еркек қолына пышақ алып, бәрін турап тастаймын деп сес көрсетіп тұр. Коптар басын қасып, детектив Дәудің келуін күтіп тұрды. Дәу кездесуде болса да, әріптестеріне көмекке келіп үлгерді. Басқалары психопаттың назарын аударып жатқанда, Дәу арт жағынан кіруі керек еді. Бірақ ол абайсызда тауарлары бар сөрені соғып кетеді. Дегенмен Дәу сасқан жоқ. Психопатты асыра лақтырып, қолын қайырып алды. Если ткнуть человека ножом, это больно? Больно? Или не больно? Ол есі ауысқан неме тістеле бастап еді. Бір соққымен терең нокаутқа кетті. Соңында журналистер Дәудің бұл ерлігін өкілеттігін асыра пайдалану деп көрсетті. Ерунда, с этой полосой на глазах меня не узнать. Капитан Дәуді ұрсып алып, оған Вьетнамға аттануды бұйырды. Өйткені іздеуде жүрген қылмыскерлердің бірі Корея консулдығына келіп, өз еркімен берілген екен. Оның неліктен бұлай істегенін анықтау керек. Дәумен бірге капитан да жолға шықты. Шыны керек, әуежайда оларды Вьетнам шекарашылары тоқтатты. Этот лох не бум-бум по-английски. Повежливее, я все понимаю. Полицейлерді консулдық қызметкері алып кетіп, сусынмен қонақ қылды. Вьетнамда корей қылмыскерлері өте көп тығылып жүр. Чего он пялится на нас? Эй, бандиты, как поживаете? Дәу оларды сабап тастағысы келгенімен, капитан тоқтатты. Қалай болғанда да олар бұл жерге басқа шаруамен келді ғой. Дәл сол жерде детектив бұрыннан танитын, маргаринмен бірге істейтін керосинді жолықтырады. Олар келген қонақтарға корейлерге қарағанда, жергілікті қылмыскерлердің үнемі жанында атыс қаруы болатынын ескертті. Вьетнамда Кореядан келген туристер көп жоғалып жатыр. Енді берілген банда мүшесімен сөйлесетін уақыт келді. Бұл кәсіпкерді қатыгез жендеттермен жолықтырған сол адам. Неге екені белгісіз, Чихун шындықты айтудан бас тартып отыр. Дәу капитаннан есік күзетуін сұрап, тергеуді ерекше тәсілмен бастап кетті. Сосын құлағын бұрай бастады. Қылмыскер әлі де жалтарып бақты. Что-то строит? Ақыры Чихун өзін өлтірмек болған сыбайласы туралы айтып берді. Әріптестер қаланың қауіпті ауданына келді. Черт, заперто. Открыто. Дәу ішке кіріп, ұйпа-тұйпа банда мүшесін біреудің өлтіріп кеткенін көрді. Шамасы, оларға шенділер бәрібір бірдеңені жасырып тұр. Оны бірнеше жерінен сындыруға тура келеді-ау. Ақыры Чихун сөйлей бастады. Олар корейлік кәсіпкерді ұрлап кеткен екен. Бірақ жігіттің жанында ақша аз болыпты. Осының кесірінен банда мүшелерінің арасында жанжал шығады. Жігіт сәтдаланып, көліктен секіріп түседі де, егістік даласына қарай қашады. Өкінішке орай, қылмыскерлерден ұзап кете алмады. Корей жігіті өзінің қонақ үйдегі нөмірінде $200,000 ақша қалдырғанын айтады. Бандиттердің көңілі бірден көтеріліп сала берді. Бірақ осы кезде бұта арасынан қаныпезер қаншыға келіп, бейшара жігітті балтамен шауып өлтіреді. Бандиттердің бірі наразылық білдіре бастады. Өйткені олар әлі ақшаны қолға түсірмеген еді. Оны да Канның досы Додик жайратып салды. Мәйіттерді көму Чихун мен ұйпа-тұйпаның мойнына ілінді. Ал Додик болса, осы арада қонақ үйден $200,000 ақша, алтын құймаларды алып үлгерді. Алайда Канға бұл да аздық етті. Ол өлген жігіттің қолын шауып алып, суретке түсіреді де, ата-анасына жібереді. Сосын ұлын тірі қалдыру үшін $500,000 талап етеді. Кан ақшаны алған кезде, ұйпа-тұйпа мен Чихун қашып кетеді. Бірақ соңында тек Чихун ғана тірі қалады. Дәу бұл арамзаны тауып алуға бел буды. Рас, оның бұл елде ресми құқығы жоқ еді. Чихун мәйіттерді қай жерге көмгенін айтып берді. Күрекпен жұмыс істеген коптар ол жерден 4 мәйіт тапты. Детектив керосинге хабарласып, ол жерде Каннан бөлік Раг есімді жергілікті бандиттің де билік жүргізетінін біледі. Әлдебір маңызды адамдар Қаныпезердің ұясын тауып алыпты. Оның чемоданында $155 миллион мен алтын құймалар жатты. Шамасы, ол талай адамның қанына сусындаған сияқты. Дәу Рактың астыртын казиносына баса көктеп кірді. Оны тоқтатпақ болғандарға Дәу кабиналарын қиратып жауап берді. Куда это вы? А ты кто? Я Борзый. Не борзи.
Дәу Рактың тапаншасын тартып алып, сұрақтың астына алды. Бандит Кореядан келген әлдебір жалдамалылардан тапсырыс алғанын айтты. Ол Канның ізіне түсуі керек болған. Бұл тапсырманы біздің долы детектив тамаша орындап шықты. Сондай-ақ дәу өлтірілген кәсіпкердің әкесі атақты Корей миллиардері екенін анықтады. Судя по всему, отец Чхве нанял киллеров, чтобы те убили похитителей. Корейлік жалдамалылар Канның ұясында тасаланып отырды. Ол тұзақты бірден сезсе де, бәрібір ішке кірді. Корейлердің бірін ваннаға сүйреп кіріп, оны турап тастады. Қалғандары дәлізге жиналды. Екінші жағынан оның сыбайласы кірді. Олар екі миксер сияқты қолдарындағы балталармен бандиттерді бөлшектей бастады. Қарсыластарының қарасы көп болса да, олар сескенген жоқ. Рас, Канның сыбайласы ішінен жарақат алды. Кан оған көмекке келіп, жалдамалылардың басшысына барды. Қинауға шыдай алмаған ол өзін өлтірілген жігіттің әкесі жібергенін мойындады. Кан бірден миллиардерге хабарласты. Я сказал, что верну его, но не обещал, что живым. Долының берген мәліметі бойынша қырғын болған жерге Корей полицейлері келіп жетті. Олар ол жерден тек туралып тасталған мәйіттерді ғана емес, үйіліп жатқан чемодандарды да тапты. Шамасы, Кан бұған дейін де Корей туристерін аңдып келген сияқты. Кенет бөлмеге бір қаныпезер атып кіріп, капитанға балта сұғып алды. Дәу оған бірден тап берді. Детективке бір уақытта екі жендетпен шайқасуға тура келді. Додикті сұлатып түсіргенімен Кан қашып үлгерді. Төбелес кезінде дәу досын құтқарып қалғанымен өзінің бас сүйегі зақымданды. Капитан ауруханаға жатқызылды. Әріптестері Канның бүкіл оңтүстік-шығыс Азия бойынша туристерді өлтіріп келгенін анықтады. Ол ұрланған адамдар үшін құн талап ететін, бірақ ешқашан ешкімді тірі қайтармаған. Вьетнам билігіне корейлердің бұл өзінше әрекеттері ұнамады. Сондықтан оларды отанына депортациялау туралы шешім шығарды. Алайда аттанар алдында дәу Додикке барып, бірнеше сұрақтың астына алды. Детектив Канның Кореяға кеткенін және миллиардерден өз ақшасын тартып алуды жоспарлап отырғанын білді. Енді оларға да үйге қайтатын уақыт келді. Дәу заңсыз жолмен Кореяға адам өткізетін ескі танысын тапты. Олардың мына ақымақпен тілдесуі өте қызық болды. Алаяқ Қытайдан Кореяға келетін кемелер туралы ақпаратты тауып берді. Енді порттағы бақылау камераларын қарап шығу ғана қалды. Свинья неблагодарная! Что сказал? Ничего. Коптар жазбаларды қарап отырып, Канның көлік ұрлап жатқан сәтін тіркеп алды. Полицейлер өлтірілген жігіттің жерлеу рәсіміне келді. Ол кәсіпкердің жалғыз ұлы болғандықтан, әкесі Канның көзін жою үшін ондаған киллер жалдаған еді. Ұрланған көлік темір жол маңынан табылды, бірақ ешқандай ілік жоқ. Қылмыскер бүкіл саусақ іздерін мұқият сүртіп кетіпті. Барлығы осы жендетті іздеп жатқанда, ол миллиардердің өзіне жақындап келді. Я Кан Хасан. Ах ты мразь! Төбелес басталды. Дәудей денелі оққағар Канды буындырып өлтіруге шақ қалды. Бірақ қанпезер оның тамағын орып жіберіп, денесін турап тастады. Төменде Канды жалдамалылар күтіп тұрған еді, бірақ ол бұл жерге жалғыз келмепті. Оның жанында дәл өзі сияқты балтамен қаруланған қаныпезер көмекшілері болды. Осылайша Кан Кореядағы ең ықпалды адамдардың бірін ұрлап кетті. Еркектің бас бармағын бірден шауып тастап, $2 миллион құн талап етті. Кесілген бармақты пошта арқылы әйеліне жіберді. Ол екі ағайынды Канға Филиппинде туристерді ұрлауға көмектескендер екен. Кәсіпкердің әйелі Джейон ақшаны есепшотқа аударудан бас тартты. Тек бетпе-бет кездесу, тірі күю үшін $2 миллион қолма-қол ақша. Кан келісіп кездесу орнын белгіледі. Только без глупости, а не то твоя муж. И это трубки бросает. Әйел өзімен бірге жүргізуші алатынын ескертті. Өзі көлік айдай алмайды екен. Коптарға өз адамдары керек болды. Сонда дәудің есіне жұмыртқа қысқыш әуес қойы түсті.